Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 9-шы сыныпқа арналған 3-ші тоқсандық жиынтық бағалау бақылауының тапсырмаларын есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есеп радиан арқылы өрнектеңіз 400 градустан. Алдыңғы тақырыптарда мен сіздерге түсіндіргенмін, радиан арқылы өрнектеу кезде осы 400 градусты біз пи бөлінген 180-ге көбейтуіміз керек деп. Сонда 400 көбейтілген пи бөлінген 180 деп шығарамыз. Енді 400 бен 180 бізде екеуі де 0-ға қысқарып кетеді. 2-ге бөлсек мына жақта 9 болады. 40-ты 2-ге бөлсек мына жақта 20 болады. 20 мен 9 бізде ештеңеге бөлінбейді. Сонда жауабы 20 пи бөлінген 9 болады. Жауабы 20 пи бөлінген 9. Келесі екінші есеп бұрышы 0,4 радиан градус арқылы өрнектеңіз деді. Біз білеміз, 1 радиан дегеніміз ол бізде яғни 180 бөлінген пи. Пи дегеніміз бізде ол 3,14. Енді 180-ді 3,14-ке бөлген кезде 57,3 болады. Енді 0,4 радианды табу үшін біз не істейміз? 57,3-ті көбейтеміз 0,4-ке. Сонда біз 57,3-ті 0,4-ке көбейтсек, жауабы 22,9 градус болады. Яғни жауабы А жауабы. Келесі үшінші есеп, 3 ұпайлық есеп. Бірлік шеңберді пайдаланып, төмендегі тригонометриялық функциялардың мәндерін координаталық жазықтықта көрсетіңіз. Бірінші А сұрақ синус минус 225 градус. Бірлік шеңберді сызамыз, яғни бізде радиусы бірге тең, осындай шеңберді сызамыз. Және бұл жақтан Бұл жақтан осы синус 225 градусты көрсетеміз. Минус деп тұр, минус 225, яғни ол сағат тілі бағытымен жүретін болады. Бізде мынау 0 градус болса, мынау бізде сағат тіліне қарама қарсы болатын болса, онда мынау бізде керісінше 90, мынау бізде 180, мынау бізде 270 болады. Сонда 225 градусымыз ол бізде мынау аралықта болады. Осы аралықта болады, яғни синус 225 градус бізде осылай болады. Және оны координаталық жазықтықта көрсетіңіз, яғни оны Y осіне қарай перпендикуляр түсіреміз. Егер бізге мәнін анықтап бер дейтін болса, онда біз келтіру формуласын есімізге түсіріп, синус минус 225 деп алдына түсіріп, бұны синус минус синус қанша? 270 азайтылған 45 градус деп, яғни түбірасты 2 бөлінген 2 деп жазатын боламыз. Келесі босыншы есеп косинус 73 бөлінген 6 пи. Косинус 73 пи бөлінген 6 ол бізде яғни 73 бізде егер 6-ға бөлетін болсақ, ол примерно 12. Сонда біз косинус 12 пи қосылған пи бөлінген 6 деп жазамыз. 6-ны 12-ге көбейтсек 72, 72-ге бірді қосақ 73, яғни бізде мағынамыз өзгерген жоқ. Бірақ бұл бізде жаңағы пи бөлінген 6-ны, яғни 30 градусты бірлік шеңберде көрсетуге бізге жеңіл болады. Яғни 12 пи бөлінген 12 пи дегеніміз осы бірлік шеңберін, таңбасы 10 болып тұрғандай, бірлік шеңберін сағат тіліне қарама қарсы 12 рет айналады деген сөз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, яғни 12-ден айналып, мынау косинус 30 градус, яғни мынау мәнге келеді. Енді бұны осы координаталық жазықтықта көрсету үшін біз бұлай түсіре саламыз. 12 пи бөлінген 6, яғни ол бізде бірінші ширекте бізде косинусымыз пи бөлінген 6-да түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең, яғни түбірі асты 3 бөлінген 2 деп жазамыз.
Келесі тікбұрышты үшбұрышта тангенс альфамыз 4-ке тең, синус альфаны, косинус альфаны, котангенс альфаны табу керек. Бірінші сызып алайық тікбұрышты үшбұрышымызды. Тікбұрышты үшбұрыш дегеніміз, яғни бір бұрышы 90 градусқа тең, жаңағы өрнегіміз 90 градусқа тең бұрышымыз тікбұрышты үшбұрыш деп аталады. Енді бізге тангенс альфамыз 4-ке тең деп тұр. Мысалы, мынау бұрышты біз осы не деп тангенс альфа дейтін болсақ, яғни тангенс альфа 4-ке тең болатын болса, яғни оның геометриядағы мағынасы қарама қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетқа, яғни мынау бізде А, мынау бізде Б, мынау бізде С болатын болса, сонда А-ның Б-ға қатынасы бізде 4 болып тұр. Котангенсіміз бізде тангенсқа қарама қарсы тригонометриялық функция, яғни котангенсіміз ол 1 бөлінген тангенс альфаға тең. Яғни котангенсіміз бізде 1 бөлінген 4-ке тең. Сонда бізде А бөлінген Б 4 болса, керісінше Б бөлінген А 4-тен 1 болатын болса, онда бізде А катетіміз 4-ке тең, Б катетіміз бізде 1-ге тең екен. Енді Пифагор теоремасына сүйеніп, мына гипотенузаның ұзындығын тауып алайық. Сонда бізде С квадрат тең А квадрат қосылған Б квадрат деген формула есімізде. Сонда А квадрат бізде 4-тің квадраты қосылған 1-дің квадраты, ол бізде 17-ні береді. Сонда бізде С гипотенузамыз түбір асты 17-ге тең. Енді осы жақтан жеп-жеңіл синус альфа мен косинус альфаны тауып аламыз. Синус альфа дегеніміз, барлығы бір жерде болып кетті ма? Синус альфа дегеніміз бізде қалай қарама қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни 4 бөлінген түбір асты 17. Косинусымыз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни 1 бөлінген түбір асты 17. Келесі синус, 5-ші есеп, синус пи бөлінген 4 азайтылған альфа есептеу керек, егер косинус альфамыз минус 0,5-ке тең болса, және де пи бөлінген 2 пидің арасында альфамыз орналасқан, яғни альфамыз бізде екінші ширекте орналасқан екен, екінші ширекте орналасқан. Мына формула бізде жаңағы бұрыштардың айырымының формуласына келеді, тригонометриялық формулаға. Ол бізде былай ашылады. Синус альфа көбейтілген косинус бета азайтылған косинус альфа көбейтілген синус бета. Бұл жақта альфа деп тұрғанымыз бірінші бұрыш, бета деп тұрғанымыз екінші бұрыш, яғни сол мәндерін қойып шығамыз. Сонда синус пи бөлінген 4 көбейтілген косинус альфа азайтылған косинус. Осы жақтан бізде синус пи бөлінген 4 пен косинус пи бөлінген 4-те екеуі де түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа азайтылған түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген синус альфа. Енді бізде косинус альфамыздың мәні бар, біз синус альфамыздың мәнін табуымыз керек. Синус альфа бізде есімізге түсіретін болсақ, бір азайтылған косинус квадрат альфаға түбір астына алғандағы тең. Косинус квадрат альфамыз бізде мәні қанша? 0,5, сол мәнді жаза саламыз. Және де бұл бізде екінші ширекте болғандықтан синусымыз бізде таңбасы 10 болып тұр. Сонда бір азайтылған минус 2-ден 1-дің квадраты болады. Сонда бір азайтылған 4-тен 1, ортақ бөлім беріп мынаған 4 береміз. Сонда 4-тен 1 азайтсақ 3, мына 4 түбір астынан 2 болып шығады. Сонда түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең екен. Енді орындарына қоя саламыз. Сонда түбір асты 2 көбейтілген 2 көбейтілген косинус альфамыз минус 2-ден 1. Жақшаға алайық. Азайтылған түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 2 тең. 2 мен 2 көбейтіледі 4 минус түбір асты 2 минус түбір асты 6 бөлінген 4.
Енді осылай қалдыра салсақ болады, немесе түбірасты 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ болады. Сонда минус 4 түбірасты 2, жақшаның сыртына шығаратын болсақ 1 қосылған түбірасты 3 болады. Жауабын осылай жазамыз. Келесі ең соңғыншы есеп. Бұл жақта есептеп табу керек. Осы өрнектің мәні неге тең екенін бірінші ең алдымен келтіру формуласын есімізге түсіреміз. Мен ол сабақта алдыңғы тақырыпта түсіндірген болатынмын. Бұл жақта біз 240-ті келтіру формуласына сәйкес келтіріп алуымыз керек. Мысалы 240-ті қалай өрнектеп жазсақ болады? Оны 270 қосылған, азайтылған 30 градус деп жазсақ болады. 270 градус азайтылған 30 градус. Тангенс 300-ді біз 360 азайтылған 60 градус деп жазсақ болады. Синустың жұптылығына байланысты минус таңбасы алдына өтіп кетеді, значит минус пен минус плюс болады. Сонда синус 225 градусты 180 қосылған 45 немесе солай жазайға, немесе 270 азайтылған 45 деп жазсақ болады. Косинус 495-мізді косинус 360 градус қосылған 135 градус деп жазсақ болады. Енді жаңағы бірлік ширекті есімізге түсіреміз. Бірлік ширекте бізде мынау 0, 90, 180, 270 болса, сонда котангенс 270 азайтылған 30 градуста ол бізде үшінші ширек. Үшінші ширекте бізде котангенсіміз тангенсқа ауысып кетеді, және де таңбасы 10 болады, яғни тангенс 30 градус. Тангенс 360 азайтылған 60 градус, ол бізде төртінші ширек. Төртінші ширегімізде тангенсінің таңбасы теріс, яғни минус тангенс 60 градус болады. Синус 180 қосылған 45-те ол бізде үшінші ширек. Үшінші ширекте бізде синусымыз мағынасы өзгермейді, синус болып қалады, бірақ таңбасы минусқа ауысады. Және косинус 360 қосылған 135, ол бізде 360 мынау жер, 135 ол бізде 90-нан асып, яғни екінші ширекте болады. Екінші ширекте бізде косинусымыз теріс таңбалы, яғни минус косинус болады. Мынаның алдындағы минус пен плюс таңбасына тең болады. Енді мына келесі сандарды кестеден табатын боламыз. Тангенс 30 градуста бізде түбірасты 3 бөлінген 3-ке тең. Тангенс 60 градуста түбірасты 3-ке тең. Азайтылған синус 45 градуста түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Қосылған косинус 135 градуста түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең, теріс таңбамен түбірасты 2 бөлінген 2. Енді осыны есептеп шығарамыз. Барлығына ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлімі бізде 6, яғни мынаған 2-ден береміз, мынаған 6-дан, мынаған 3-ден, мынаған 3-ден. Тең 6 бөлімі, мына жақта 2 түбірасты 3, азайтылған 6 түбірасты 3, азайтылған 3 түбірасты 2, азайтылған 3 түбірасты 2. Сонда 6, 2 түбірасты 3-тен 6 түбірасты 3-ті азайтсан, минус 4 түбірасты 3 болады. Минус 3 түбірасты 2, минус 3 түбірасты 2, минус 6 түбірасты 2 болады. Яғни жауабы бізде осылай қалады. Ал балалар, сонымен бүгінгі 390-дық бақылауымызды шығардық. Дәл осындай есептер немесе осыған ұқсайтын есептер келеді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.